Қазіргі таңда ең жиі келетін сұрақтардың бірі адам ағзасында қан неге қоюланады? Оның алғашқы белгілері қандай? Қан сұйылтатын дәрілерді қалай қабылдауымыз керек немесе үй жағдайында не істей аламыз? Қан қоюлануы қандай ауруларға алып келеді дейді. Бүгінгі тақырыпта осы қан қоюлану туралы талқылайтын боламыз. Қанның жалпы құрамына тоқталатын болсақ, ол екі бөліктен тұрады. Ең біріншісі плазма, яғни қанның сұйық бөлігі, және де қан жасушалары немесе қан элементтері, баршамызға таныс эритроцит, лейкоцит және тромбоциттер. Осы өзгерістер ағзада анализдерде өзгерістерге туындайтын болса, аурудың белгілері болып саналады. Қан қоюланудың алғашқы белгілері: қан қысымының көтерілуі, ауыздың құрғауы, әлсіздік, шаршағыштық, бас ауыру және де үнемі аяқтың тонуы, көру мен есту жүйесінің бұзылыстары, құлақтағы шу және тыныс алудың қиындауы. Жалпы айтқанда негізі нормада тұру керек. Қан қатты қою болуға да, сұйық болуға да болмайды. Егер де қан қатты қоюланып кететін болса, оның құрамындағы жасушалық элемент эритроциттер бір-біріне жабысып, қандағы холестерин деңгейін көтереді. Бұл кезде тіпті тромбтардың пайда болуына алып келіп, қан тамырларының жарылуына және де инсультқа, инфарктқа дейін алып келуі мүмкін. Ал егер қатты сұйық болатын болса, қан ұю процесі ұзаққа созылып кетеді. Бұндай кезде адам жарақат алатын болса, қан көп жоғалтуы мүмкін. Қан сұйылту мақсатында өз бетінше дәрі қабылдайтын адамдар бар. Мысалға айтатын болсақ, аспирин, тромбаз, аспирин, кардио деген сияқты. Бұның барлығы сіз біреуден естіп алып немесе өз бетінше қабылдау сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Міндетті түрде ішетіннен алдын дәрігерге тексеріліп, анализдер арқылы анықтап, содан кейін ғана дозасын дұрыс қабылдау керек. Мысалға айтайық, егер де сіз оны дұрыс қабылдамасаңыз, немесе ол дәрі сізге жақпай қалуы мүмкін, аллергия, анафилактикалық шокқа дейін алып келуі мүмкін. Мысалға айтайық, аспирин айтатын болсақ, аспирин бізде қабынуға қарсы стероидты емес препарат. Оны дұрыс тағайындамау, үнемі қабылдау, жалпы асқазанда гастрит, тіпті ары қарай 12 жетпен асқазанның ойық жарасына дейін алып келуі мүмкін. Адам ағзасында қан неге қоюланады деген сұраққа тоқталайық. Ең бірінші ағзадағы судың жеткіліксіздігі. Мысалға, адам күніне салмағына байланысты су қабылдап отыру керек. Мысалға айтайық, 50 килограмм болса, 1 килограммға 30 миллилитр деп айтылады. Яғни 50-ді мен 30-ға көбейтсем, 1,5 литр шығады, 1500 және 1,5 литр су. Сол сияқты, мысалға 70 болатын болса, 70-ті 30-ға көбейтіп, 2500 яғни 2,1 литр су қабылдау керек. Ағзада судың жеткіліксіздігі қанның қоюлануына алып келетін ең бірінші фактор болып саналады. Екінші, қозғалыстың аздығы. Үнемі компьютердің алдында отыру, спортпен айналыспау, жалпы гиподинамия деп айтады ғой. Осының барлығы бізде қанның қоюлануына алып келеді, яғни қан айналымды бұзады. Үшінші нәрсе, қазіргі уақытта мысалға жаз болғанда адам көп терлей бастайды. Сол кезде ағзадан қандағы сұйық бөлігі сыртқа шығып кетіп отырады. Сондықтан да жаз күні болатын болса, терлеген сайын оның орнын толтырып, жиі су ішіп тұру керек. Одан соң ағзада мысалға ауырған кезде, инфекциялық аурулар немесе басқа болған кезде температура көтеріліп кетеді. Бұл кезде температура жоғарылағанда қанның қоюлануына алып келеді. Мысалға, қабыну процесс болатын болса, ол кезде мысалға қабыну фактор ретінде ағзада тромбоциттер жоғарылап кетеді ғой. Дәл сол сияқты тромбоциттің де жоғарылауы қанның қоюлануына алып келеді. Сонымен қоса, құсу, ішуді деген сияқты процестердің барлығы бізде қан қоюлануына алып келеді. Себебі жаңа айтқанымыздай, ағзадан судың бөліктері құсу арқылы, ішіту арқылы сыртқа шығып кетеді. Және де улану кезінде, авитаминоз, жаңағы витаминдер аз болған кезде, және де стресс факторлар кезінде, стресс кезінде қан тамырлары тарыла бастайды, адам ағзасында қан айналымы бұзылып, жүрек қан тамырлары тарылады, ол жіңішкере беретін болса, қан қоюланып, қан қысымының жоғарылауына дейін алып келеді. Және де бізде жалпы қан айналымының қоюлануына біздің қолданатын тамақтарымыз әсер етіп кетеді. Мысалға, тұз өнімді көп қолданатын болса, қой тамақты жиі тұтыну, және ас мәзірінде сұйық өнімдердің болмауы, одан бөлек кофе, мысалы тұздалған, консервіленген өнімдерді, ысталған, яғни копченый дейді, осындай тәтті, көмірсу сияқты, және де алкогольді жиі қолданатын болса, қан қоюлануына алып келеді. Өйткені алкоголь бізде қан тамырларға әсер етіп, тромбтардың пайда болуына дейін алып келеді. Егер қан қоюланудың қандай да бір белгісі денеңізден байқалатын болса, міндетті түрде дәрігерге барып, диагностика мақсатында общий анализ крови, каулограмма сияқты анализдерді тапсыруыңыз керек. Ол сіздің жасыңызға байланысты, басқа да бір қосымша ауруларыңыз болуы мүмкін, аллергияңыз болуы мүмкін, соған байланысты дәріні дозасымен дұрыс тағайындайды. Және де сіз қанша жерден дәріні ішсеңіз де, сіз өз-өзіңізге көмектеспесеңіз, мысалға, қимыл қозғалыс жасап, тұрақты түрде салмағыңызға байланысты су ішіп, дұрыс тамақтанбасаңыз, бұл дәрілердің
олардың әсері өте аз болады. Сондықтан да салауатты өмір салтын ұстанып денсаулығыңызды күтіңіздер.